Алғашқы тарих ғылымдарының докторы, тарихшы, ғалым Ермұхан Бекмахановтың туғанына 110 жыл. Павлодар облысы Баянауыл ауданы Төре ауылында дүниеге келген. Төре десе төре дейтіндей. Себебі Ермұхан төре тұқымынан шыққан. Жорамал бойынша Ермұхан Абылайханның 7-ші ұрпағы, Шыңғыстан санағанда 25-ші ұрпағы делінеді. Ермұхан 1943 жылы қазақтардың Кенесары Қасымов бастаған бостандық күресі атты кандидаттық Мәскеуде диссертациясын тамаша қорғаған. Академик Панкратова бастаған ірі 16 тарихшының барлығы да оң бағасын берген. Сөйтіп Бекмаханов 1946 жылы Қазақстан 19 ғасырдың 20-40 жылдарында деген докторлық диссертациясын қорғайды. Бекмаханов Қазақтан шыққан тұңғыш тарих ғылымдарының докторы. Бұл әрине кәсіби тұрғыдан берген шынайы баға. Осы зерттеу бір жылдан соң кітап болып басылып шығады. Тарихшының зерттеу жұмыстарына байланысты қудалау басталды. 1952 жылы Ермұхан Бекмахановты 25 жылға соттайды. Айдаудағы азапты жылдардан оралған соң ол екінші диссертациясын жарыққа шығарады. Ғалым өз өмірінде көптеген игі жақсылардың шарапатын көрді. Өзі де шәкірттерінің ғылымға түсуіне жәрдемдесті. Оның ең басты қағидасы әділдік қашанда жеңеді. Және соны өз өмірімен де дәлелдеп кеткен ұлы тарихшы тұлға.